Мінекей достар, біздің посылкаларымыз келді. Достар, мен сіздерге алдыңғы видеода көрсеткен болатын, маған қызық посылкалар келе жатыр деп, бүгін міне маған осы посылкалар келді. Сіздермен бірге осы посылкалардың бәрін ашып, ішінде не бар екенін көретін боламыз. Кеттік, бірінші товардан бастайық. Асыратайын. Какой-то ұзын. Бірінші товар кетті. Аяғын жатып жүрміз ғой. Хоп. Вот, достар, бұл менің есіме түсті. Достар, бұл бізде газ көресіздер. Не деп ойлайсыздар? Бірінші, не деп ойладыңыздар мынаны? Достар, бұл негізінде ручка, бірақ та бұл ерекше ручка. Бұны сіздер YouTube'тан, TikTok'тан көрген боларсыздар. Бұл, яғни вращающий кетті. Түрік жасайтын ручка. Бұлай типа. Хоп, көрді ме? Хоп. Яғни мектепте отырған кезде, яғни сіздер мектепте отырған кезде немесе университетте отырған кезде түрік жасайсыздар деген сияқты. Негізі менен де мықты түрік жасайтындар бар. Мен осы түрік жасауға қатты қызығып жүрмін. Неше түрлі жасауға болады деген сияқты, немесе былай. Ой, тантай болмай қалды, сіздерге мақтанайын деп. Что-то негізі бұл вообще қалай ручка бұл? Вот. Басын алып тастайсыздар, конечно. Жазама көрейік ал. Жазады екен. Жазады екен деген қалай кетті ручкаға. Қайтадан салып қояп. Бұның маған ручкалығы қызық емес, маған бұның вращениесі қырық. Мынаяқ не? Жоқ, мынаяқта дым жоқ екен. Мынаяқ пустой. Вот. Ой. Достар, мен бұны примерно 300 теңгедегі заказ бердім. Ручка 300 теңгеде, бірақ қазір бұл наличиеда жоқ деп тұр. Яғни бағасы алмасып келіпті. 66 теңге бұл қапты, бірақ доставкаға шамамен ақша қосыпты. Яғни қайттан сол 300 теңге, бірақ егер ұнайтын болса, Алиэкспресстің басқа магазиндерінен тауып алсаңыздар болады. Яғни яқтарында темір какой-то екі жағында. В общем, екі жағы баланс қой бұл жерде. Түрік жасау үшін. Бір түрігін жасай береді дейсің ғой, білетін. Вот, достар, сіздер де заказ беріп, класстастарыңыздың немесе университеттегі достарыңыздың көздерінше пантоваться етіңіздер деп айтады дейді. Мақтанған дұрыс емес, негізінде да қызыққа болады. Кеттік, келесі товарға көшейік. Келесі товар ретінде мен бір үлкендеу товарды алайыншы. Жұмсақ ішінде, достар, не бар деп ойлайсыздар? Екінші товар кеттік ал. Достарат. Ух ты. Ну шариктер ғой. Достар, бұны сіздер де примерно TikTok'тан көрдіңіздер. Яғни, қазір ашып көрсем де. Опа. Яғни, төртеу мұздай. Яғни, достар, бұларды мен шынында ұмытып қалдым қанша бергенімді. Примерно 2000 теңгедей, қазір мына жерге нақты бағасын қойып кетемін. Яғни бұлар бізде стенаға жабысатын, яғни продавецтің айтуы бойынша, және де түнде жанатын шариктер. Яғни сіз TikTok'тан көрген боласыздар типа осындай видеоларда. Ал кеттік, ашып көрейік. Шынымен де жабыса ма екен, түнде жана ма екен? Вау. Жабысатын ағырыздар. Ух ты, база жоқ. Өтірік емес, достар, жабысады. В общем, мен бәрін ашып құртқым келіп тұрған жоқ. Мына екеуін ашып, қазір. В общем, түнде сынап көрейік. Қалай болатын. Осы екеуін достар, қазір светті өшіріп сынап көрем. Дәл Инстаграмда болам екен. Кеттік. В общем, достар, жаңа ашпаған екеуі көріп тұрғандарыңыздай түнде жанып тұр. Біреу темный жанып тұр. Қазір сізге бір қызық көрсетейін. Мен видеоны қоспай тұрып, аспанға лақтырып жібердім. Тұрып қалып, прикиньте. Спит. Қалай алам енді? Достар, көріп тұрғандарыңыздай жабысады, жанады. Өз қызметтерін жасап тұр, бірақ түспейтіні қызық енді. Бұл қашан түседі екен? Мен бұны мініп алуым керек өшім. Достар, мен видеоныға өткен жүрем, бірақ мен мініп алып
В общем, келесіге өте берген көп тұрған нәрсе жабысады екен. Мен бірақ тиктоктағыда ойнай аламадым. Достар, секірдім, үйтіп алдым әйтеуір. Товар керемет, описанияға дәл келеді. Бірақ неғында какой-то бір, білмеймін, үрлеген ба, бір нәрселері бар мына жерінде. Бәрінде қатты жері бар. Ал былай жұмсақ, еще жабысқақ, күшті енді. Андай дейді, слайм дейма, соған да ұқсайды, бір жағынан антистресс. Міне вот, достар, заказ берсеңіздер болады. Ал біз кеттік келесі тағамызға өте берейік. Мына жерде кішкене бағдақ болып кетті, алып тастайық. Келесі товарға өтейік. Ал достар, үшінші товарымыз. Көрейік ішінде не бар екен. Что-то кіттай, но слишком. О, менің сақинам келді. Достар, мынау Алиэкспресстен примерно 300 теңгедегі заказ берілген. Мен шынымды айтсам баға ұмытып қалдым. Мен мына жерге қазір қойып қойдым, сол баға рас баға. Мен мына жерде аузыма айтып отқан примерно айтып жатырмын. Ашып көрейік. Сосын мен бұның размерінен қатты қорықтым. Бірақ 8-ші сайз, яғни менің қолымның размері келіп тұр. Как раз так көрейік. Ох, нұшаттым мен. Хопа. Достар, қараңыздар. Мынау металл, еще мынау цеп. Мынау цеп қозғалады, прикиньте. Прям мужской. Десем мынау болмасем еді. Опа. Алиэкспресстен келген керемет сақина ер балдарға арналған. Естіп тағып, бүйтіп, өздеріңше болсаңыздар болады. Өзіме қатты ұнады. Бұндайларды примерно біздің Қазақстанда 2000 теңге, 4000 теңгеде бағаны қойып ұрып сата береді. Негізінде 400-500 теңгенің затығын Алиэкспресте. Жігіттер, сіздерде өздеріңізге осылай заказ берсеңіздер болады. Керемет сақина. Хоп, ал біз ары қарай осы сақинамен қарай жалғастырамыз. Кеттік. Келесі товар. Келесі товар тоже бір түрлі, мен мына товарды шынымды айтсам білмеймін не екен. Қазір. Маған бұл Алиэкспресстен енді беріп үйреніп жатқан тағы да бір қыз өзінің товарын берді. Ну, какой-то бір не берген, түсінбедім. Ішінде атым жоқ. Ашып көрейік. Өзі де білмейді, ішінде не берген. О, мынау тоже наклейка алдындағыдай. Алдында достар, мен кілең қыздардың заттарын ашқан болатын. Қыздардың сақинасы, сырғасы, беттеріне деген макияж, бір нәрселер. Сол кезде осындай наклейкалар шыққан болатын. Міне тоже наклейкалар. Бұны қаншаға заказ берген білмеймін. Бұны яғни дизайнер кісілер өздері біледі. Мен сіздерге мына жерге точно бағасын қойып кетемін. Яғни мен қазір дәл сол дизайнер кісінің орнында бір өтіп кетті. Отырмын, мен сізге былай көрсетейін. Осындай суреттер жабыстырып, бүйтіп жасаған жақсы көреді. Кеттік ары қарай, өзімізге кірсе керек. Білмеймін, достар, мынау вообще пежня десең деп. Это полная пежня, короче, не покупайте такой. Деп айтпай ақ қойын, ұнайтында түсінетіндер сатып алсаңыздар болады. Бағасын қойып кеттім, описанияға қалдырып кетемін, ссылкасын. Кеттік ары қарай соңғы товарымызға өтейік. В общем, достар, бізде соңғы товар қалды. Мен бұны десерт қылып қалдырдым. Енді ішінде ең қызығып көруге болатын товарлардың бірі. Хоп, кеттік. Бұның ішінде мен не бар екенін білемін. Сіздер де көрген боласыздар, яғни адамдардың құлағын шұқу барысын. Қазір көрсетемін. Хоп, міне достар. Не деп ойлайсыздар мынаны? Яғни достар, бұл в общем, любой жерге кіріп кете беретін мини камера. Міне. Яғни мына жердегі жанат, потом мына жерде кішкентай камера, яғни бұны бір заттарды жоғалтқан кезде немесе бүйтіп ішіне тығып жібересіздер, жанат, потом ішінен іздейсіздер заттарды. Сонымен қатар бұда бізде мынандай өзінің приборлары бар. Яғни мынаны басына тағып қояды яғынан, потом сонымен бүйтіп іліп алуға деген сияқты үшкір ғой. Ал егер бір темір зат жоғалса, мынау магнит, бүйтіп соны не істеп алуға, яғни бір кішкентай затты бүйтіп ұстап алуға, мынау басында тұрады осынан. Потом тағы да бір-екі заттар бар, мен бұларды особо қазір өзім түсініп тұрған жоқ, не екенін бір нәрсе тағы салып жіберіпті. Ал бұның мен мегапикселін точно білмеймін, информацияны тапсам көремін, бірақ негізінде жақсы көрсетеді продавецтің айтуы бойынша, яғни реклама жасау бойынша.
мына жағы былай жұмсақ та, ал мына жағы прям тастай. Прям күшті істеп қойғанда түсі бұрып тығып жүре беру деген бір түрлі естіледі екен. Кіргізіп беру дегенде бір түрлі естіледі екен. В общем, солай достар. Бүйтіп бір жерге салып, іздейді короче. Ал потом мынау уже бізде мынау Type-C соткеге қарауға да болады, Type-C соткеге. Потом мынау USB яғни ноутбуктер, компьютерлерге салып көруге де болады. Потом тоже ашылу керек негізі. В общем, достар, мына білесіздер, кәдімгі Samsung зарядтаған кезде тығатын зарядканың мынау солы бүйтіп ашқан кезде солай ашылады. Мен бұны күшке салып қазір аша алмай тұрмын. Қазір мен сіздерге бұны камераның қалай жұмыс істейтінін сіздерге көрсететін боламын. Мінекей достар, мен ноутбугымның алдына келдім. Енді мына камераның қалай жұмыс істейтінін бірге көрейік. Кеттік. Ең алдымен USB-ді салайық. Енді ноутта камераны ашамыз. Так, бұл жерде менде мынау жұмыс істеп тұр. Бірақ мынау жанып тұр камера. Бірақ менде ноуттың камерасы жанып тұр. Қазір мынаны мен қосып көрейін. Таттарам, фук. Мінекей достар, мына жердегі кнопканы басу арқылы біз мына камераны қосады екенбіз. Мини камерамызда мен екі камера ұстап тұрғасын, что-то маған ыңғайсыз болып жатыр. Мен өзім де түсінбей жатырмын, не болып кеткен. Былай, міне қазір мына камераны істеп тұрғанын сіздерге көз жеткізу үшін мен ана клавиатураға алып барамын қазір. Көрдіңіздер ме? Ш-ға барып тұр ма? Ш? Көрді міне Ш-ға барып тұр. Потом қазір Т дейді. Міне Т алып келіп тұрмын. Вот достар, енді камераны істеп тұрғанына көздеріңіз жетті. Өзімді көрсетейін. Вот. Енді достар, мен бір-екі заттар дайындап қойдым, соларды біз осы микрокамерамен көріп көрейік. Достар, алғашқы зат ретінде мына чипсыды көріп көрейік. Кеттік. Бірақ басқару ыңғайсыз екен. Қолым дірілдеп тұр, фокустай алмай жатыр. Мен қатты жақындап жүрдім. Бұлай полный сап-сары болып тұрғанмен, ішінде уже жақындатқан кезде қара цветтерді байқауға болады. Кеттік ал, екінші затты көрейік. Достар, продавецтің айту бойынша суда көрсетеді деген болатын, соны тексеріп көрейік қазір. Рас па екен, өтірік пе екен. Көріп тұрғандарыңыздай суға кіріп кетті. Достар, суда көрсете береді екен. Рас екен, өтірік емес. Көрсетіп жүрейік. Достар, в общем, көріп отырғандарыңыздай керемет. Микро әлем дейміз, микро әлемді шамайлы болсын көруге болады екен. Мен бұны примерно 2000 теңгедегі заказ бердім. Мына жерге точно бағасын көріп кетемін. Егер сіздерге ұнайтын болса, сіздер де өздеріңізге осындай камераны алдырсаңыздар болады. Достар, менің общий товарларым осымен бітті. Бүгіндікке біз почти 5 товар, өте қызық товарларды аштық. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, мені қолдап кетсеңіздер, сіздерге де лайк. Ал қазіргі достар, мен сіздермен қоштасуыма тура келеді. Бірақ та біз әлі бірге көптеген товарларды ашамыз. Менің каналымда қарап жүріңіздер. Бай-бай.